Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл видео балам уақытылы сөйлемей жатыр, балам 2 жасқа келді, әлі де тілі шықпай жатыр деген ата-аналарға арналады. Сол себеппен видеоны толық қарап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ең бірінші ол әрине невропатолог көмегіне жүгіну. Егерде балада қандай да бір жүйке жүйесінде бұзушылықтар болатын болса, мұның барлығы тікелей баланың сөйлеуіне әсер етеді. Келесі жалпы моторикасымен, сондай-ақ ұсақ қол моторикасымен жұмыс. Ол үшін түрлі ойыншықтар, жалпы үй жағдайында да түрлі әдістерді, түрлі заттарды пайдалануға болады. Келесі танымдық қабілетімен жұмыс жасаймыз, яғни есте сақтауына, ойлауына, қабылдауына әсер етеміз. Баламен сөйлескен кезде өзіңіз нақты қысқа сөйлеңіз. Келесі ол мультфильмдерді азайту немесе мүлде көрсетпеу. Себебі қазіргі таңда өте қатты дыбыстар мен ешқандай сөзі жоқ мультфильмдер өте көбейіп кеткен. Одан кейін міндетті түрде дефектологпен, логопедпен жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ АФК маманын қосатын боламыз. Келесі баланың ұйқы режимін дұрыстаймыз және де баланы үй шаруасына біртіндеп араластырамыз. Анан алып кел, апарып кел, осылай жаса деген тәрізді ұсақ жұмыстарды біртіндеп үйрете бастаңыз. Содан кейін міндетті түрде күн тәртібін реттейміз, яғни таңертеңгі тұруы, тамақтануы, ойнауы, түнгі ұйқыға жатуы барлығы күнделікті режиммен болуы керек. Және де ең соңғысы әрине міндетті түрде анализдер тапсырамыз. Себебі балаларда қандай да бір дефицит болатын болса, ол тікелей дамуына әсер ететін болады. Менің каналымда басқа да толығырақ түрлі тақырыпта ақпараттар берілетін болады. Сол себептен каналға тіркелуді ұмытпаңыз.